Асыл туған адамның алтын жетпес нарқы бар, жақсы менен жаманның аспан мен жердей парқы бар дейді дана халқымыз. Байқап қарасақ, әрбіріміздің бойымызда жақсылық деп аталатын асыл қасиет табылады. Тек көп ретте біз оны жүрегімізден шығара бермейміз. Жақсылық ісі адамның барлық әрекетінен көрініп тұрады. Келешек ұрпақ үшін сол ізгі істің қасында жүрген жақсы адам ұжымдасым Гаухар Абайқызы. Ол кісі жайлы айта кетер болсам, Гаухар Абайқызы қарашаның 4-ші жұлдызында 1983 жылы Алматы облысы Райымбек ауданы Қызылшекер ауылында дүниеге келген. Аталған ауылдағы мектепті қызыл аттестатқа бітіріп, Алматы қаласындағы Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университетін қызыл дипломмен аяқтаған. Бітірген жылдан бері 16 жыл ұстаздық қызметте. Ұстаздық қызметін жаңа бастаған маған үлгі. Оқушының жүрегінен орын табу оңай емес дегені жадымда. Сол үшін де мен әркез ізденістемін. Жұмыста үлгі тұтар әріптес, ақылшы, тыста сырлас, қамқоршы білетін тұлға. Ол өте талапшыл, менің әрбір ісімнен креатив күтетін жаңашылдыққа жаны құмар тұлға. Білімге құштарлығын ашу мақсатында оқушылар арасында дәстүрге айналған ыбырай оқулары атты байқау ұйымдастырып, үнемі оқушыларды білімді, ізденімпаз болуға жетелейді. Бізге Гаухар Абайқызы 6-шы сыныптан бастап қазақ тілі қазақ әдебиеті пәнінен береді. Қазақ тілі қазақ әдебиеті пәні ол менің ең сүйікті пәнім. Себебі Гаухар Абайқызы сабағын өте нақты және де жақсы түсіндіре біледі. Гаухар Абайқызының ең жақсы қасиеті білікті мұғалім, өз ойын жақсы бізге түсіндіре біледі. Және де ол кісі өте қарапайым, бізге бар білгенін үйретеді. Былтырғы оқу жылында Гаухар апайының ұйымдастыру бойынша 6-7 сынып аралығындағы ыбырай оқуларында жарыс өтті. Сол жарысқа қатыса отырып, мен бірінші орын алдым. Білім нәрін сусындатқан ұстазына, болармын үздік шәкірт сізде ғана. Бас иемін, мың тағзым алғыс айтам, бұндай ұстаз өмірде менде ғана. Әр сабағы мен үшін бір қазына, шәкірттерін сүйрейді тек алдыға. Ұстаз деген бірден бір ұлы тұлға, қадірле оны барынша құрмет тұта. Сонымен қатар мектептің тәртібін, жұмыс барысын түсіндіріп, бағыт-бағдар беріп жүретін қасиетін өте жоғары бағалаймын. Досқа адал, қиындықты мұқалмай жеңе білетін қайсар мінезді, ұстаздың қыр-сырын үйретуден жалықпаған еңбекқор жан. Шәкірт тәрбиелеу барысында бағыт-бағдар беретін, әр қауышыңыз көңілге сәуле нұрын шашатын жанымда жүрген жақсы адам Гаухар Абайқызы. Өзіңізді білікті маман ретінде, өзіндік ой пікірі қалыптасқан тұлға ретінде өте жоғары бағалаймын. Мен Мұратбек қызы Гүлназ Қасыл Қатықбаев атындағы нөмірі 168-ші мектеп гимназиясының дене шынықтыру пәнінің мұғалімімін. Мен осы мектепке 2019 жылдан бері жұмыс атқарып келемін. Гаухар Абайқызы ұстаздық қызметте өте білікті маман, жұмыста талапшыл, оқушыларға деген сыйластығы өте жоғары. Осы ұстаздық қызметке келгенде маған ең бірінші айтылған сөзі оқушының жүрегінен орын табу оңай емес деген бір ауыз сөзі менің әлімге дейін жүрегімде. Ұжымда сыйлас, әркез барлық мұғалімдерді заманауи дамуға шақырып отыратын, өте әрбір ісімізден біздің креатив күтетін, өте талапшыл ұстаз. Осыншама ұстаздың ішінен
жанымда жүр жақсы адам айдарында таңдап алған себебім де осы. Қасыл Қатықбаев атындағы номері 160 мектеп гимназиясының 5-ші, 6-ші, 7-ші сыныптар арасында осы дәстүрлі түрде ыбырай оқулары байқауы өтіп келеді. Енді бұл байқауды ұйымдастырушы өзім болып табыламын. Енді бұл байқауды не үшін өткізді десеңіздер, енді өзіміз де оқушы болдық қой, сол оқушы кезімізде 5-ші сынып оқимын, сол кезде сол ең көп бестік деген байқау болды. Солда бірінші орынды Исаева Бота деген қыз алды. Мен екінші орынды бір аптада 14 бестік алып, екінші орын алып, сол кездегі мектеп директорымыз Мелсағай Абайды оқы Таңырқа деген кітап сыйлаған болатын. Бұл менің ең алғашқы мектептен алған сыйлығым еді. Одан кейін мектепте өте жақсы оқығаным үшін, мектепте белсенді жүргенім үшін сол кезде кейінгі директорымыз Нұрбай ағай маған айына 100 теңге стипендия төлеп тұратын еді. Мына осының бәрі мен үшін мотивация болды. Мен үшін жаңағы сабаққа деген қызығушылығымды оятты. Енді өзім де осы мектеп қабырғасында жұмыс жасағаннан кейін оқушылардың қызығушылығын арттыру үшін, оқушылардың оқуға деген құштарлығын арттыру үшін, әдебиетке деген сүйіспеншіліктерін арттыру үшін осы ыбырай оқулары деген байқауды ұйымдастыруды жөн көрдім. Бала десе елжіреген жүрегі, бар жұмысы білім беру үнемі, ал кәсібі от берумен от алу, жетістігі қанат қаққан түлегі. Биік болған арман менен талғамы, жас маманның қорғаушысы қорғаны, ең алғашқы еңбек жолын бастаған, жас ұстаздың баптаушысы бағбаны. Сіз жүрген жер үлбіреген үміттер, білік тұстар беделімен биіктер, анық басып жалықпаған ұстазсыз Ұлы Абайдың жырындағы кейіпкер, туған тілін аялаған жырлатқан, данасымен жүрегі дүрсіл қаққан, ыбырайдай дананың жырлары мен шәкірттері шынайы сусыңдатқан. Білгендей шын іздесе табыларын, білімнен бар арнаның ағыларын, түлегі боп бітірдің маңдай алды қазақтың ұлттық қара шаңырағын. Үмітін бар жақсының ақтағанмын, кәсібімнен шынайы бақ табамын, білгенің қандай жақсы күнде көріп, жүргендігі жаныңда жақсы адамның.